Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бар болғаны 30 минутта пісіп дайын болатын ерекше дәмді тағамның рецептісімен бөліскім келеді. Міндетті түрде рецепт сақтап алып жасап көрсеңіздер болады. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған майымызға сәбізіміз бен пиязымызды ұзыншалап турап, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салсаңыздар болады. Жақсылап тұрып араластырамыз. Пиязымыз бен сәбізіміз жақсылап қуырылғаннан соң үстіне салқын суымызды құямыз. Оның үстіне ас қасықтың жартысындай қылып томатымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Содан соң қайнатамыз. Қайнату ұзақтығы 15-20 минут. Келесі кезекте осындай тартылған етіміздің үстіне күрішімізді саламыз. Мен күрішті алдын ала жуып дайындап қойдым. Осы тартылған етіміздің үстіне күрішімізді саламыз. Содан соң бір жұмыртқамызды саламыз. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан соң осындай арнайы формамызға қолымызбен дөңгелектеп формасын шығарсаңыздар болады. Етіміздің барлығын дәл осы видеода көрсетілгендей жасап болғаннан соң картобымызды турап, оны да осы формамызға салып шығамыз. Картопты әркім өз қалауынша, өз ыңғайына қарай турап салса болады. Келесі кезекте қызанағымызды, болгар бұрышымызды ұзыншалап турап салып шығатын боламыз. Жалпы салмасын әркім өз қалауынша қолдануға болады. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын салып болдық. Ендігі кезекте жаңағы қуырылған сәбізіміз бен пиязымызды осы тағамымыздың үстіне құйып шығамыз. Содан соң қызып тұрған печкеде 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай біздің тағам дайын болды. Өте жылдам дайындалады, әрі оңай дайындалады. Ішіндегі картобы езілмей өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.